Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Дәнектер демекші, сіз олардың пайдасы шаш етектен екенін білесіз бе? Білмеген болсаңыз, бүгінгі жазба сіз үшін. Бәріңізге сәлем. Асқабақ дәні нақты қандай ауруларды емдейді? 1000 түрлі дерттің шипасы мен емдік қасиетін айтамын. Адам ағзасын қалай өзгертетінін сіз естіп білмеген ақпараттармен бөлісемін. Бұл видеоны соңына дейін қараңыз, сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмаш үшін маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, сізге бұл видео ұнаса, лайк батырмасы мен комментарий жазуыңызды сұраймын. Сіз үшін болмашы әрекет бізді шабыттандырады, ал ендеше подписаться кнопкасын басып алсаңыз, онда кеттік, бастайық. Асқабақ дәндерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшықеттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл қояды. Ғылымда дәлелденгендей, холестериннің жоғары деңгейі жүрек қан тамырларының ауруын тудырады. Ал ендеше осы асқабақтың дәні холестериндерді төмендететін қасиеті бар. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мырыш, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруларын айықтырады. Асқабақ дәні әсіресе әйелдер үшін пайдалы. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды, етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдайы нашарлайды. Гормондық өзгерістер орын алады, ал осындай ауырлықты жеңіл өткізгіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдердің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы бірде көтеріліп, бірде түседі. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды. Жүйені жақсартып, миды тыныштандырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңізді керемет көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған адамдарға, стресте жүретіндерге және үнемі мазасызданатындарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береміз. Сондай-ақ асқабақ дәні ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да, төсектегі тіршілігіңізге де кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айық бас дертіңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамында L-аргинин заты ерлердің тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді, әрі ісігін қайтарады. Егер сіздің ағзаңызда құрт болса, иммунитет әлсіреп, вирустық ауруларға тез шалдығасыз. Әлсіздік, бас айналу, буын ауруы мен ұйқысыздық, тез шаршаңқылық және күйзелістік, асқазан, ішек және бауыр жұмысының бұзылуы, аллергия пайда болады және тері бөртеді, ауыздан жағымсыз иіс шығады, көздің айналасы сарғаяды, шамадан көп тамақтану, тері құрғап, шаш түсе бастайды. Егер осы белгілерді байқасаңыз, тез арада құрттардан құтылудың жолын қарастырыңыз. Әйтпесе, ағзадағы біраз бөлігін істен шығарасыз. Ол үшін дәріні ішудің қажеті жоқ, тек қана халық емін байқап көріңіз. Асқабақ дәні
Ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттардың нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Буын ауруларынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруларын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттерден сақтайды. Сондай-ақ қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәні кукурбитин деген аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегіндегі қатерлі ісік ауруларының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ем болатынын айтады. 1001 дертті емдейтін қасиеті бар асқабақ дәні қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануға тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдар рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екенін айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы заттарды шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Остеопороз ауруының алдын алатын қасиеті бар. Құрамы кальций мен магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруын алдын алғыңыз келсе, қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтағыңыз келсе, онда күнделікті тамақ алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Артық салмақтан арылғыңыз келсе, кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Бұл зат өз кезегінде ағзадағы майды ертіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Асқабақ дәнін кімдерге жеуге болмайды? Асқазан жарасы барларға, асқазан ішек жолдары бұзылған, қатты зақымданған және асқазан ішек қыжылы бар адамдарға әуестенбеуге кеңес береміз. Асқабақ дәнін құрамындағы калория өте көп болғандықтан, арықтағысы келетін адамдарға күнделікті жейтін нормасын біліп алғаны жөн. Тағы ескерте кететін жайт, егер дәнді қуырып жейтін болсаңыз, сөз жоқ, оның дәмі тіл үйіреді. Құрамындағы пайдалы қасиеттері жойылып кетеді. Сондықтан да асқабақ дәнін қуырып жегеннен гөрі кептіріп жеген өте пайдалы. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстық. Ендеше аталған аурулардың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерден емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Ауырмаңыз, ем болсын. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын.